Сәлем құрметті аниме сүйер қауым. Осы бір видеода мен Винланд жайлы дастан анимесін қысқаша айтатын боламын. Негізі бұл видео бір ай бұрын шығуы керек болған. Оған себеп менің жалқау көтімнің кесірі. Олай болса... Okay, let's go. Аниме бастала салысымен 987 жылы Хёрунгавак деген жерде болып жатқан викингтердің шайқасын көрсетеді. Мұндағы кейіпкер бұл Торс. Ол алдында тұрған жаудың бәрін көтін айырады. Гатс секілді. Бірде Торс жаумен шайқасып жатып суға түсіп кетеді де, оны өлтіріп кейін қорқып қалды ма, или басқа ма, соғыс болып жатқан жерден кетіп қалады. Груб айтқанда Себастьян болып қашып кетеді. Әлгі бір кездерден біраз жыл өтеді. Жердің көті Исландия. 1002 жыл. Бізге 6 жастағы Торстың ұлы Торфинді көрсетеді. Ол суда келіп қана қоймай, сиыр сауып қойларға жем шөбін салады. Мен болсам 6 жасымда көтімді сүрте алмайтынмын. Енді бірде Торфин мен оның достарына Лейф Эриксон деген шал өмірінде болмаған өтірік әңгімені жібереді. Сол кезде біреудің қақаған морозда жалаң аяқ, оған қоса бір хыпымен келе жатқан құлды көрсетеді. Ертеңіне сол құлды Торстың қызы Ильфа қар күреп жатып байқап қалады. Торс оны көріп резко үйге апарып жағдайын жасайды. Бірақ результат жоқ. Ильфа походу өліп қалды дегенде ол тіріліп кетеді. Сосын қатты қорқып қалғандықтан «Мені ұстап бермеңдерші, менің баратын жерім жоқ» деп көз жасы төгіледі. Дәл сол кезде құлдың иесі Халивдон деген бай келіп, «Қайтар қолымды» дейді. Сосын Торс екеуі бір-бірімен біртүрлі сделкаға отырады. Неге десең, Торс 8 қойын өлейін деп жатқан құлға айыры бастайды. Мүмкін ол құл кейін адам қатарлы болып кететін шығар десең, ол құл сделкадан соң сразу өліп қалады. Әкесінің ақылсыздығына Ильфаның көті ашиды. Бір күні Англияның солтүстігінде тұратын викингтерге біреулер шабуылдап, еркектердің голы екенін көріп, жестко смачно пересет, олардың барлығын қатындарский тәсілмен крысаланып өлтіреді. Ал біздің отанымыз Исландияда Торфин районның балдарымен бірге бір-бірімен ағашпен қырылысады. Бірақ слабый болғандықтан жеңіліп қалады. Сол кезде Торсты іздеп келген Флоки деген Майнкрафт келеді. Флоки мен Торс бұрындары Хёрунгавак шайқасында бірге шайқасқан еді. Бұл жолы оның келген себебі, ол Торсты корольдің бұйрығымен соғысқа жүршейші дейді. Торс болса, «Чё-то желание жоқ, өзің бара берсей» дейді. Ал Флоки болса, «Маған бәрібір сенің желанияңа. Барасың немесе осы жерде тұратын еркектің бәрі барады» дейді. Ал Торс добрый болғандықтан бірінші вариантты таңдайды. Ал соғыс жайлы естіген Торфин желаниясы ашылып бірге барғысы келеді. Бірақ Торс әрине оны жібермейді. Сол сәтте кадр басқа жерге ауысады. Онда Флоки Аскелад деген танысына барады. Оның адамдары өте жосқы қырылысатын. Мұнда Флоки Аскеладты соғысқа шақырып жатқан жоқ. Флоки деген крыса оған Торсты өлтіруін сұрайды. Оған себеп әлгі шайқаста Торстың қашып кеткендігі. Солай Флоки Аскеладпен сделкаға отырады. Ал Исландияда Торс жанына балдар жинайды. Негізі Торс өте добрый болғандықтан оларды соғысуға алмайды. Жай ғана нақты бір жерге жеткеннен кейін оларды қалдырып, жалғыз өзі соғысқа аттанбақшы. Бәрі қоштасып, Торстың тобы енді қайыққа мініп, жаймен жылжи бастайды. Бірақ Торспен қоштасуға Торфин келмейді. Теңізде келе жатқанда бірде бочканың ішінен Торфиннің үні шығады. Торстың көзі доп болып қалады. Ал Торфин экологияны тазалауға үлесін қосып теңізге сиеді. Сосын әрине Торфинді әтәт қылып тастайды. Күн батқанда Торфин ұйқыға кетеді. Оянса олар Фарер аралдарына келіпті. Шатқалдардың арасынан өтіп бара жатқанда Лейфтің көті бір нәрсені сезеді. Сонда оларға әлгі Аскелад пен оның адамдары шабуылдайды. Талпаны көрген мына қорқақтың көті тұрмай қалады. Әрине сонда Торс добрый болғандықтан жалғыз өзі шайқасады. Аскеладтың қолшоқпары Бьорн онымен өзі шайқасатынын айтады. Торс болса қайықтағының любойын сезбей айырады. Бағана бір гриб жеп тұрған Бьорн дейтін Аскеладтың адамы психоват етіп алдына келгеннің бәрін айырады. Бірақ Торс үшін ол қиындық тудырған жоқ. Сонда Аскелад пен талпа Торфин тұрған қайыққа енді шабуылдамақ болғанда Торс Бьорнды лақтырып, көттерің тұрмай қалды міне. Сосын ұзақ ойланып Аскеладқа паразам кел дейді. Екеуі шайқасып кетеді. Аскелад Торсты жаралайды. Бірақ Торс оны сезбейді. Сонда Торс жоспарының арқасында Аскеладты жеңеді. Видео басында Торс Гатсқа ұқсайды деп айтсам да, Торс өте добрый, өйткені ол жауларын өлтірмейді. Ал бұл жерде енді Торс өледі. Неліктен? Өзінің ақмақтылығынан. Себебі Аскеладтың басын допша домалататын жерде ол ештеңе істемейді. Сол сәтті пайдаланған манақ ишақбас Бьорн оянып, Торфинді заложник қалады. Торс қылышын тастаған сәтте Аскелад деген жезөкше садақшыларға атуды бұйырып, Торс сол жерде қаза табады. Торфин қаншалықта шулы болса да Аскеладқа көтіңді айырамын дегеннен басқа ештеңе дей алмайды.
Кейін Аскелаттың адамдары бір ауылға тоқтап, сол ауылдың ойранын шығарып, ойына келген нәрсені жасайды. Түн болғанда Торфин ұйықтап жатқан Аскелатты әрине өлтірмейді. Өйткені оның айтуы бойынша ол Криса емес. Ал Исландияда Лейф жанындағы шиголармен Торстың киімі мен сынған қылышына келеді. Ильваға типа бәрібір болады. Ол сырттай мән бермесе де, әкесі мен бауырының жоқтығын іштей сезіп жылайды. Торфин Аскелатты жігітше паразам шақырады. Бірақ Аскелат оны теуіп тастайды. Сосын Торфин ормада чуть-чуть опыт алып, Аскелатқа реванш жасайды. Бұл жолы Аскелат оны бір рет емес, 5-6 рет теуіп тастайды. Аскелат оған өскеннен кейін таза жігітше бірге бір шығамыз дейді. Ал Торфин оны өлтіретінін айтады. Десе де Торфин Аскелаттың адамдарына қосылады. Бірақ бұл екеуінің жау емес дегенін білдірмейді. Бірде олар демалып отырғанда оларға англиялықтар шабуылдайды. Сол кезде Торфин бірінші адамын өлтіреді. Және де әрі қарай айлар өтіп Торфин нағыз викинг бола бастайды. Бір кезде ол Англияның бір жерінде жүрген кезде оны бір апашка мен оның қызы көріп, кемпір оның жағдайын жасап 2 жыл бұрын қайтыс болған ұлындай көреді. Десе де Торфин Аскелатқа сигнал беріп, ауылдың астан кесегін шығарады. Осы бір жерде қасқырды қанша сұрасаң да орманға қарап ұлиды деген мақал дәлгелер. Келесі бөлімде таймскип болады, яғни 4 жыл өтеді. Торфин ендігі Аскелатпен шайқасты күтіп жүр. Ал Дания королі әзірше Англиямен соғысты тоқтата тұрып, келесі жылы шабуылды жалғастырмақ болады. Сол уақытта Аскелаттың тобы Торфин арқылы мына бір семіздің адамдарымен бірге бір ауылды жаулап алмақ болады. Аскелаттың адамдарымен сол семіздің адамдары жеңіске жеткенде олжаны 50-50 қылып бөліп алады. Аскелат Торфинға сол қамалдың командирінің басына келсе ғана шайқасатынын айтады. Торфин арбалетшілерді өлтіріп, әлгі командирдің басын кесіп түсіреді. Аскелаттың адамдары шартты бұзып, барлық қазынаны алып, әлгі семізді ақмақ қылып кетеді. Біздің тобымыз өз ауылына жетеді. Онда Аскелат ағасына тапқан қазынасы біразға жетеді деп айтады. Аскелаттың есіне Торфин түсіп, екеуі шайқаспақ болады. Торфин өте жылдам қозғалысымен Аскелатты жеңе жаздайды. Бірақ Аскелат оған сен әлі әлсізсің деп бесплатно қолын сындырып береді. Түнде алған олжаларын тойлап отырғанда Торфин бір өзі қайықтарды күзетеді. Әрі ол отырған қайық әкесінің қайығы еді. Торфиннің көзіне Торс елестейді. Бірақ бұл Аскелаттың ағасының құлдарының бірі болып шығады. Сонда ол екеуі танысады. Әйтсе де Торфин оны жақтырмайды. Тағы бір жыл өтеді. Дания королі жауынгерлерін шайқасқа дайындайды. Солай бүкіл Данияның мен деген мықтылары Англияға шабуылдайды. Және де Данияның әскерін корольдің ұлы Ханзада Кнут басқарады. Оның соғысу қабілеті мүлдем жоқ болатын. Шабуыл жақсы жүреді. Бірақ та әскерлер Лондонға келген кезде қарқыны бәсеңдеп қалады. Сонда бізге балтасымен 3-4 адамды өлтіретін психті көрсетеді. Оның есімі Торкел екен. Ол Лондонға өтетін көпірде тұрып ешқандай қайықты өткізбейді. Сонда Флоки сол көпірге барады. Сөйтсе Торкел бұрында Данияның жағында болған екен. Флоки оны көндірмек болады. Бірақ Торкелді ақша да басқа да қызықтырмайды. Ол тек адамдарды қырып жойғанды ұнатады. Аскелат Торфинға тағы тапсырма беріп, Торкелдің басын алып кел дейді. Ал ол сонда барып Торкел деген амбалмен шайқасады. Өте жылдан болса да Торкелге ол ештеңе емес. Тіпті қолын жарақаттаған кезде оны жерден алып жерге салады. Әйтсе де Торфин қашып үлгереді. Ал Дания әскері болса шегініп Ханзада Кнуттың бұйрығын күтеді. Торкел болса әлі де шайқасты қалайды. Сосын ол Дания әскеріне чорт болмасаңдар келіңдер дейді. Дания әскері ашуда болса да шегінуге мәжбүр болады. Және Аскелат тірі қалған Торфинді көріп таңғалады. Бір кезде Торфин түс көріп жатады. Ол тағы да әкесін көреді. Және де анасы мен әпкесін. Тор соған өзіңе қымбат адамдарыңды қорға деп, сенің кек алғаның мені қуантпайды дейді. Сосын ол оянып кетеді. Аскелат екеуі бір-бірімен сөйлеседі. Бұл жолы олардың әңгімесі жарасады. Таң атқанда әлгі Торкелмен шайқасып жатқан бір сарбаз келеді. Сөйтсе Торкелмен қалғандары Ханзада Кнуттың 4000-даған адамның бәрін жояды. Ал тірі қалған сарбаз Аскелат пен қалғандарын ұрысқа шақырады. Және ол корольден қосымша әскер сұрауға бармақ болады. Бірақ Аскелат оның басын кесіп салады. Өйткені ол Торкелге қарсы өзі шайқасып, бар даңқты өздеріне алмақшы. Торкел болса Кнут Ханзаданы ұстап алды. Оның мақсаты Дания королі Свенмен кездесу. Бірде олар Ханзаданың жанында жүретін Рагнардың адамдарына тап болады. Олар Ханзаданы босатуын сұрайды. Ал Торкелге тұтқынды ұстау ұнамайды. Ол жай ғана шайқасқысы келеді. Солай екі жақ шайқасып кетеді. Бірде орманда өрт пайда болады. Оны ұйымдастырған Аскелат еді. Және ол Торфинға Ханзаданы құтқаруын бұйырады. Ал ол сонда барады. Торфинді Торкелде көреді. Және алдында аяқтай алмай қалған әңгімесін жалғастырады. Торкел Торфиннің әкесін жақсы танитын, әрі менен мықты жалғыз батыр сол ғана деп айтады. Солай ол Торфинді Ханзадамен бірге жібере салады. Рагнар ендігі Ханзаданы қорғау тапсырмасын Аскелатқа береді. Аскелат оның түрін көрмек болады. Сонда талпа мынау точно еркек па деп айтады. Кейін Аскелат Торкел мен оның тобы артынан келе жатқанын біліп, бір шал арқылы хат жібереді. Кейін Аскелатқа көмекке оның бұрынғы командирі Грациан келеді.
Негізі оның келген себебі Аскелотқа көмектесу емес. Ол қазіргі Уэльс елінің адамы болғандықтан болашақта Даниямен соғыспай Кнутпен келісімшартқа отыру еді. Солай олар Уэльс таулары мен Ханзаданы қауіпсіз жерге апармақ болады. Негізі теңізбен баруға болатын. Алайда уэльстіктер үшін қайық өте маңызды нәрсе. Басында Грациан Торфинді Ханзада деп ойлап қалады. Алайда Кнуттың Ханзада екенін білгенде оның король болатынына күмәнданады. Бір кезде олар кетіп бара жатқанда біреулер шабуылдай кетеді. Садақшылар оларды қоршап алады. Ал әрі қарай не болатынын екінші бөлігінде айтамын. Және бұл видеоның соңы. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпа. Сау.